Soны айтамын ғой, ана іште де бастым. Ne жерден кіраватқан өзі? Иә, өзі как раз соған келетін жер, біз соған неге сияп, соған екі жақ айнасында қайрат. Мына машина ма? Иә. Оның енді кешегі айтқан жайы ғой, бұл. Мынау несіне расширительный бачокқа жаңа шарик ілді. Tavuk болып кеткен ғой. Мына жерлердің бәрі біраз болған-ау тұрғанына. Қазір кесін өзі сұрайық, не болып тұрғанын. Маған не берші? Не берші атағаны? Бұл ма Саньон Коронда деген машина. Сонымен айта беріңіз. Короче, маған айтқаны, мынаның шарик ілді, нені тексеріп көр деді ғой. Машинаны оталдыр деді. Соған мынаған шарикті не қып қойдым да, машинаны оталдырып, мынау шаригін мына жерде тұрған надуваться еді. Сосын жездемейді да, анау не болмайды, уже головка прокладка кеткен деді. Өйткені мына машина неған кезінде, оталып тұрған кезінде өзіне өзі неден расширительный бачоктан шашып қайнап лақтырып жатыр. Сол уже көпке жүре алмайды машина, содан кейін сонымен негізі сонымен тоқтаған ғой. Біраз болды ма тұрғанына? Біраз. Енді қазір 1,5 ай болды. 1,5 ай анаяқта тұрды, енді көп болса сол ояқ бұяғы ғой, енді плюс-минус бір где-то 1 ай 10 күннің ояқ бұяғы. Ауын алдында жүрмеді? Иә, арасында 1-2 жүреді, сондай болған ғой. От алмай тұрмай енді? Қазір мынау аккумулятор отырып қалған, одан кейін зарядка келген жоқпыз. Қазір көрейін да. Аккуратно тугли. Накал өзі өшетін беді? Не отометр? Онда отырып қалған жоқ. Вообще не тұрған жоқ машина. Кілт ашпай тұр ма? Кілтті ішіне жанып тұрған жоқ вообще. Онда авансыз отырып қалған ғой. Авансыз отырып қалған ғой. Соңғы рет оталдырғанда оталмады ма бірақ аккумулятор салып? Оталғанда оталдырмады, иә. Соңғы рет неған кезде оталмады. Аккумулятор отырып қалды, содан кейін неған жоқ біз енді. Онда бітейік, оның головкасын ашайық. Головка прокладка кетіп тұрған шығар негізі ше. Анаған егер не салып ісініп атса егер, онда отрубкілер ісінеді мынаған ше. Головка прокладканы, головканы ашып көреміз енді. Мықты болдық, беттерді әкелейік, кәсейік. Өшіре сал. Я соны. Әлде су жүрмейді. Жоқ, су құйылған жоқ. Үлкен әкелейін бадан. Жақсы жарайды. Несін тұратын әнекті. Неге алдыңыз? Радиатор. Все можно? Или наш ты не приборка? Ну, все, не снимала. Головка с мотором смева. Алып көрейін бе?
қосылып алатын емес те. Адан шыққан фильтрді қарана қалсын. Бычыт болып кеткен. Фильтрді ауыстыру керек. Қалай ауыстырамыз? Басқа фильтр салады ғой. Өшіре сал. Мына жерден бір қызық көрсетіп жіберейін сіздерге. Міне. Мынау бірінші свеченакалды шешіп жатсақ, мынандай болып қызып кетіпті да. Сөйтіп қарасақ, мына жерде сіздерге көріне ме қазір головка шешіп жатқан кезде көрсем, мына жерде ауаның фильтр несі болады. Жаңағы холостой ходтың қызған кезде мына клапан жұмыс жасайды. Мына клапанды көрдіңіздер ме? Еріп кеткен. Бұл дегенің головка қатты қызып кеткен деген сөз. Осындай жағдай болады. Қатты қызып кеткенше, машина сөнгенше жүрсе. Сосын мына жерде температураны көрсетіп тұратын датчик болады. Мына жерде де сол да қатты қызып кеткен, осыдан еріп кетеді мынау. Мына жерде мынау еріп кеткен көрдіңіздер ме? Қазір головканы алған кезде тағы да көрсетіп жіберемін. Головка шешетін кезде қазір меткісін көрсетіп жіберейін. Мына жерде коленвалда ОТ деген болады. Міне. Соған мені ұшы келеді, ровно түзу келеді осы. Міне. Сосын реттегіш білік. Міне. Мына жерде міне мынау белгі бар. Соған міне мынау не келеді. Осымен енді шеше берсек болады, ала берсек. Міне мынаған кезінде ашқан кезде мына жерден шеге болады. Нені ұстап тұратын цептің успокоительна. Bir жағын босатып қойдық. Екі шеге болады. Оның кезінде мына жерде жаңағы болтын сындырып алған, 10 болт қатырылады маған негізі. Енді мынаны бір нәрсе қылып шешіп алу керек бері қарай. Мына түтін шығатын коллекторын шешіп қойдық. Енді мына алдында мына жерде екі алтылық кілтпен шешетін екі болты бар. Сосын қалған 22 шпилька головканы ұстап тұрған. Осыларды шешу керек. Сөйтіп Құдай қаласа головканы көтереміз жоғарыға. Негізі мені моторист қылған. Мотор жинауды ең бірінші үйренген моторым осы мотор. 601 деген дизель. Бұл кезінде біраз машиналарға салынды. Біраз жерде пайдаланды бұны. Автобустарға салынды бұл біз жақта. Бұл ең өтімді мотор болды кезінде. Оның 602-сі бар, 4 цилиндрі. 603-і бар, 6 цилиндрі осының. Оның плитасы бар. Негізі ең мықты миллионник моторларының қатарына жататын моторлар бұлар. Міне, головкасын алдық. Сіздерге бір қызық көрсетіп жіберейін. Міне мына жерде мына көрініп тұр ғой, қарайып. Міне мынау қарайып, мына жердің бәрі қарайып тұр. Мына жер қарайып тұр. Осы жерлерден головка прокладка жіберген. Көрдіңіздер ме? Енді міне прокладканың өздерін көрейін. Алыстан қараған кезде осылайынан көрінеді. Мына жерлер прокладка жіберген жерлер. Күйіп өртенген. Мына жерде темірді көрдіңіздер ме? От кеткен мына жерлерден. Мынау жаңағы кешегі бағанағы айтқаным нем. Мына жерді көрдіңіздер ме? Датчигна свеченакал қызған. Мына жерде мынау да датчигі қызып өртенген. Өртенгенде балқыған ғой. Әбден жақсылап қыздырып алған мотор мынау. Енді қазір блок жақты көрсетіп жіберейін. Головка прокладкасы жіберіп, компрессия кетіп қалған ғой.
Бұларда мына турбина жоқ. Бұларда ана турбина болмағаннан кейін мына ортасында мынандай сызықтары, су жүретін каналдары болады. Егер мына жерде турбина болса, мынаның ортасы жабық болады. Көбінесе ол турбовый моторларда именно осыны 601 онша көп головка прокладка кете бермейді. Міне осындай жағдай болып тұр. Енді бетін бәрін тазартып, ең бастысы бізге мынау бұларда міне головканың бетін жондырту үшін көрдіңіздер ме, мынандай не шығып тұрады, фургамера осыдан солярка шашады, оны дизель болғаннан кейін осыдан солярка шашады. Фургамераны шешудің өзі бір үлкен жұмыс. Ол үшін свеченакалдардың бәрін шешіп алу керек. Ананың арнайы өзінің кілті болады, сонымен шешу керек. Осындай жағдай болып жатыр. Енді бірінші жұмыс қазір форсункілерді шешіп аламыз. Осының астында фургамераның форсункілерін алу 27 мен осымен шешіп аламыз, мойнозын. Сосын фургамераның кілті міне мынандай болады. Тістер бар. Өзі арнайы жаңағы кузнецтерге өстіп дайындатып істеткен кілт. Осыған кірсеміз енді. Форсункілерді шешіп алдық. Форсункінің астында мынандай шайбелер шығады. Енді бізге мынау 12 кілтпен нелерді шешу керек. Свеченакалдарды бесеуінде шешу керек. Өйткені фургамера осы форсункіге неге жаңағы свеченакал неге кіріп тұрады. Осы фургамераға. Қазір мыналарды шешіп аламыз бірінші. Фургамераның түбіне мынандай ВД-40 сеуіп қою керек. Шамалы жібіп. Алыну оңай емес. Қазір осыны сеуіп қоямыз. Шамалы тұрсын. Содан кейін мына жерде мына жақта мынаның осы фургамераның гайкасы міне мынаумен осылайынан шешіледі мына кілтпен. Міне мынандай гайкасы болады фургамераның. Бәрін босатып қойдық. Әшейін қолмен оңай шешіліп жатқан сияқты, бәрін босатып қойғаннан кейін. Енді мынаны жаңағы болды енді. Төңкеріп, мына жағынан ұрып шығарамыз енді жаймен деп. Міне мыналарды былай қарай ұрып төмен түсіріп жатырмыз. Міне мынандай болтпен қойып, қасыма адам жаңағы кісі кетіп қойып, қасымдағы мынаны осылайынан қойып ұру керек. Таке? Асай тұрыңыз. Мынаны ұстап тұру керек па? Ойбай, түсіріп алсам ғой. Ал. Былайынан ұстап тұрсаңшы. Осылай ұстап тұрсаңшы. Ау! Кімдегі? Жоқ, мені танымайды екем жалғас деген.
Ана қарай түсіреміз. Фургамера деген не мынандай болады. Көрдіңіздер ма? Мына жерден свеченакал, бағана свеченакал осы жерден өтіп тұрады. Мына жерге ішіне барған солярканы свеченакал қыздырып жібереді да, машинаның тез оталуына көмектеседі. Осы қызметі. Оларды алып болдық. Енді мынаның бетін текстетіп жондырту керек. Дайындап қойдық осыған жондыртуға. Талғатына көріп тұрсың ғой, я. Жарты миллиметрдей алды. Әлі кеткен жоқ. Головка дайын болды, жуып тазартып қойдық. Бетін алды, көп деп алып жүрген енді ше. Клапандарды көрсетіп жүрейін, кішкене шығыңқырап тұр. Осылайынан жауып көреміз. Жинастырамыз енді мыналардың фургамерасын бәрін жуып тазартамыз. Головканы жуып қойдық. Енді жуып тазартып, жинап, кілтпен қайтадан орнына тартып, сөйтіп головканы жауып көреміз. Головкамыз, блогымызды дайындап жатырмыз, тазартып бетін. Бұяқта головкамыз дайын. Мына мылтық. Мына жерде шпилькілерді, резьбелерін тазартып жатыр. Қане, мылтық қолын көтерсе. Прокладканы орнына салып қойдық. Енді головканы жабамыз. Дайын тұр головкамыз. Мынау динамометрический ключ 56-ға 55-ке қоямыз. Осымен тартамыз. Неше аламыз? 15 па, неше? 56. Одан кейін артқа қарай біріне жыртамыз. 55 болады. Олайына қатайтамыз. Ол осымен тапшымыз. Папа, не істейін? Мынаның порядкасын білмейсің мылтық. Алдындағыдай емес бұл. Қиын бұны. Қылған демеші, Асы? Каранда. А? Каранда деген. Каранда. Саньон. Бұда 22 шпилька болады ғой. Соның бәрін тегіс тартып шығу керек. Болды ма? Жоқ.
Артур. Ана жақтан түсіріп Ne yapsam sen o uçaktan. Arasında papağan da görünüp durады o. Sağ ol. Уағалейкум ассалам. Қалай мәже, амансыз ба? Енді қайтадан тағы да бір тексеріп шығамыз. бір адам жүр ма? Ya uzun sarayı sonuç. Buzu atalım. Anda үлкен машиналардың несі вообще үлкен болатын шығар олардікі, иә? Салмақты түсу несі. Болттың несіне қарай ғой мынау. Сынып кетпес үшін, иә? Порядокпен істемесе не болады? Порядокпен істемесе болмайды. Тегіс. Головка тегіс тартылмайды. Қанша күштесең де оған не жібермейді да. Болды. Енді болды өшіре сал. Міне головканы тартып жатырмыз. Видео жатырмын.
па? Уши союм ба? Жоқ, болды уже. Тарт болды енді істің жауып, зажиганиясын қойып жинастырамыз. Қазір накалды ажыратып тастадық, зажиганиясын қойып қойдық. Пока фильтр ішіне салған жоқпыз. Солярка шығарып алайық мына жаққа. Форсункілер ашық тұр. Форсункілерді. Қане стартер қойып жүр. Пешінде жүр. Қой бер. Шығып жатыр солярка. Болды қазір. Өшірейін, не қылайын. Жабайын. Ана 14 қылтап беруші. Ана гаишный. Сол. Кел, солярка кеп жатыр. Қазір жауып жіберейін. Солярка келіп тұр уже. Қазір. Бір не қылып жер. Бір қосып жер стартерда, сосын қазір накалды қосамыз. Бірсі тағы да бейнесін келтіріп жіберейік. Болды. Қазір свече накал қосайық. Свече накалың жанып тұр ма қазір? Жаба сал кілтті. Кілт жаба сал. Қане, кілтті ашы. Жанды ма? Жанды ма? Иә, жанды. Қазір кішкене өшсін. Қайтып бір қосып жібер. Кілтті жауып қайтып ашып жібер. Аха, давай. Өшкеннен кейін қос, иә. Болды, өшіре сал. Мен өшірем. Пока өшіретін мияқтан өшіріп жібереміз. Болды. Дауысы шықты. Енді қалған жерлерін бәрін жинастырып, сөйтіп оталдырамыз енді. Кеше оталдырып атқан кезде, мына жерден ауа сорып қалды. Сөйтсек, мына жерге мынандай резинка салып қойыпты. Бұл жерде негізі алюминиевый шайба болады. Қазір ашып көрейік. Мынау негізгі подачысы. Солярка баратына аппаратқа. Обраткасы ар жағында. Мына жерде шайбасы жоқ.
Мына жерге мынандай салып қойыпты. Жоқ. Резинка салып қойған, мына жерде негізі алюминиевый или медный шайбасы болады. Андай ма? Иә. Ана шелектің ішінен көрші. Иә. Ішінде болу керек. Ана ішінде. Андай ма? А жоқ. Шайбы бар, шайбы болмаған. Шайбы. Бастау қалай. Міне тұр. Мынандай шайбы болады негізі. Осылардан саламыз. Болдық. Ана цеплениені бас, до конца қаттырақ бас, кілтті аш. Ана накалы өшін кішкене күте тұр. Кілтті аш, накалы өшін. Газды өзім басам. Иә. Ауасы кетті. Завод алып тұр. Басқылықты өшіп жіберейік қазір. Енді қалған жақтарын жинастырамыз. Болды, оталды. Енді қалған жағын жинастырамыз. Вентиляторын саламыз. Ременін салып, мына жерде воздушный фильтрлерін салып. Міне жинастырып жатырмыз. Мына мылтық радиаторды қатайтып жатыр. Қазір мынаяқтан фильтрлерін саламыз. Тасолын құямыз, сөйтіп оталдырамыз. Мына жинастырылып болып қалдық. Мына жерде тасол қойып жатырмыз. Қазір оталдырамыз да. Қазір оталдырамыз. Су ағып атқан жоқ па? Астынан қарап қойыңдар. Ішіне ағып атқан жоқ. Біраз кету керек қой бұған. Крышкасын жаппай оталдырып қойсаң. Мынаны ма? Иә. Ешнәрсе болмайды? Тұра береді шығар, иә. Иә. Ауасы шығады қайта, иә. Басқа крышка салып жібересіз ғой енді мынаға. Иә, басқа крышкадан ғой, дамыл шыға. Ана крышканы қолмен құрттық. Бұл басында су жоқ болып кетіп жүрді ма, не болып жүрді? Қайнап жатыр. Анадан таси береді ма? Таси береді, иә. Қайнай береді. Оталғаннан кейін өзі шамалдан кейін ақ таси ма? Иә, шамалдан кейін ақ тасиды. Ана головка прокладкамен бармыз, кешегі өзінікімен. Шамалдан кейін ақ емес. Стартер қуып атқаннан ақ уже лақтырады ғой. Сіз онша байқамағансыз ғой негізі. Жоқ, бұл оталып тұрады. Сол көзбен көріп тұрасың, ана уже жаймен көтеріліп бастайды. Қане мылтық оталдырып ал. Аккумулятор саламыз ба? Иә, аккумулятор салып жүрейік. Мылтық жаңағындай цеплениені басасың ғой до конца. Сосын ана накалдың өшкенін қара. Газды өзім басам мынаяқтан. Ана свече накал тұрған жерде тық еткісі өшеді, өзі кілтті ашасың. Нені бас до конца цеплениені. Кілтті аш. Ана жерде спиральдің сурет тұрады, сары сол өшін. Иә, сары ғой, тық еткісі өшеді өзі. Скоростта жоқ па? Жоқ, жоқ. Давай, оталдыр.
оталды. Тамаша, жұмыс жасап тұр. Қазір қыздырамыз, әбден қыздырып нетіп көреміз. Міне, суы бәрі орнында тұр, қазір термостат ашты. Міне, моторда артық дауыс жоқ. Қане, суын көтерілді ма? Су деген нормальный көтеріліп тұр. Кондерон қосылды ма? Істеп тұр ма? Енді ұрып атқан сияқты ғой. Иә. Бір өшіріп, тексеріп жүрсеңші, машина өшіріп, оталдырып дегендей. Жанып тұр, бәрі жанып Бәрі жанып тұр ма? Бісміллә. О, О, тамаша жұмыс жасап тұр. Дальний, ближний бәрі жанып тұр ма? Енді, неше айдан бері оталмағансын. Қане, өшіре салыңыз. мынау Саняның каранда көлігіміз бачоктан су тасып оталмай қалған. Сомен Нурикке хабарласып, осыны көріп бер деп бір өтініш жасап едім. Сол Нурик келіп, головка прокладканы ауыстыру керек деп, сомен головканы ашқаннан кейін белгілі болды. Оның барлығы жону керек екен, фрезерный станокқа салу керек. Соның бәрін салып, фур камерасын ішінің барлығын алып тазалап, дайындап, өзінің бәрін істеп әкеліп, Мылтықбай баласы екеуі осы мылтық өзі бастап, бірінші кезінде өзі бастады, аяғын өзі бастап оталдырды. Қазір тіпә-тіпә машина оталып тұр. Көп-көп рахмет. Нурикке балашағың рахатын көр. Әмин, әмин. Сіздерге де рахмет көп-көп. Бізді де осы мен сияқты риза болып жүре берсін. Әмин, әмин. Отбасыңа құт береке, ырыс несібек мол бол. Қасиетті құрбан айтты. Бүгін қуанышты жаңалықпен бөлісіп жатқан жағдайым бар. Рахмет көп. Рахмет, сіздерге де көп-көп рахмет.